Қазақ қыздарының шетелдік еркектермен көңіл көтеріп жүргенін көрсем, қаным басыма шығады. Сол қыздың да, ана шетелдік келімсектің де тұмсығын бұзғым келіп тұрам. Сондай әрекет үшін бір рет опық та жедім. Бірақ бәрібір қаным қайнайды. Ал сол қыздардың анасы, менің қызымның кіммен жүретінінде шаруаң болмасын деп өзіңді кінәлағанда, өзегің тіпті өртеніп кетеді екен. Негізі менің мінезім сәл қызбалау. Сол мінезден талай таяқ та жедім. Бірақ мінез қойсын ба. Әйтсе де жасым 30-ға таяған соң ептеп басылғанмын. Бала кездегідей болмашы нәрсеге жағар жыртыса бермеймін. Бірақ қазақ қыздарының шетелдік еркектермен көңіл көтеріп ырбыңдап жүргенін көрсем, қаным басыма шығады. Бәлкім оған туысқан қарындасымның қылығы да түрткі болған шығар. Алматыда жұмыс істеп жүргеніме 3 жыл болды. Оған дейін Астанада 4 жыл жұмыс істедім. Жұмысым да тәуір еді. Табыста көңілімнен шығып жүрген. Бірақ сол қызба мінездің кесірінен Астанадан кетуге тура келді. Бірде қасымдағы 2 досыммен кафеден шығып келе жатқанбыз. Дәл кафенің алдында көше бойында бір қазақ қызының шетелдік Қытай жігітімен сүйісіп тұрған көргенде өзімді ұстай алмай қалдым. Үшеуміз жаңағы жексұрынды тепкінің астына алдық. Қыз полиция көмектесіңдер деп айғайлап жатты. Оған көңіл аударып жатқан біз жоқ. Ана жексұрынды тепкілеп жатып полицияның келіп қалғанын байқамай қалыппын. Полиция қаш деген дауысты естілгенде ғана басымды көтердім. Қасымдағы 2 досым анандай жерде қашып барады екен. Мен де солардың соңынан қаша жөнелдім. Үйлердің арасына кіргенде 2 досымды көзімнен жоғалтып алдым. Арқама бұрылып қарасам, тоқта деп 2 полиция қуып келеді екен. Жастайдан шеккен шылымның әсері болса керек, өкпем өшіп қалды. Жүгіре алмай қалдым. Полиция да қуып жетті. Сөйтіп, полиция бөлімінен бір-ақ шықтым. Ана Қытай мен қазақ қыз екеуі бірігіп, жайдан-жай жабылып соққыға жықты деп үстімнен арыз жазды. Тергеуші жалғыз өзім төбелестім дегеннен тамба деді. Тергеушінің айтуымен мен солай деп түсініктеме жазып бердім. Ең сорақысы, қыздың әке-шешесі мені кінәлап, түрмеге отырғызбай қоймаймыз деп сес көрсетті. Бір күннен кейін қаладан кетпеу туралы қолхатпен босатты. Бірақ әр 2-3 күнде полиция бөлімшесіне шақырып, жұмыс жасауға мұрша бермеді. Сөйтіп жұмысымнан айырылып қалдым. Бір күні тергеуші, істі сотқа өткізем, айыппұл төле де, бұл қаладан кет. Әйтпесе ана қыздың әке-шешесі саған да, маған да маза бермейді деді. Содан Алматыға кетуге мәжбүр болдым. Алматыда туысқан ағам бар. Ол қалаға ертеректе келген еді. Бастапқыда пәтер тапқанша сол ағамның үйінде 3-4 күн тұрдым. Ағамның бірі институт бітірген, бірі мектепте оқитын 2 қызы бар. Екеуі де еркetoтай. Тәрбиелері де орысша сөйлейді. Әрине, менің үйінде тұрғанымды жеңгем ұната қоймады. Сондықтан да ол үйде көп кідірмей, ауылдас жігіттердің қасына пәтерге шықтым. Жеңгем ұнатпаса да ағамның көңілі үшін ол үйге 2-3 айда бір рет барып тұрам. Қыздар да маған бөтен секілді. Маған туысқан деп қарамайды. Мен бара қалсам, бөлмелерінен шықпайды. Ауыздарын жыбырлатып амандасқаны болмаса, былай сөйлеспейміз де. Сондай кездерде ағам қыздарына, бұл сендердің ағаларың деп жатса, жеңгем, прямой туысқан емес қой, аталас туысқан десейші деп жағаласып отырады. Жеңгемнің сондай қылықтары өте көп. Кейде жыным келеді, бірақ амал жоқ. Ал жеңгемнің мына қылығы мені қатты қынжылтты. Бірде жалақы алған соң жігіттермен кафеге бардық. Ептеп сыра ұрттап отырғанбыз. Кафеге түрік жігітін қолтықтап алған қазақ қызы кірді. Түріктің құшағында тайраңдап келе жатқан қыз көзіме таныс көрінгендей болды. Анықтап қарасам, ағамның институт бітірген қызы. Ағам
Қызым түріктердің фирмасында жұмыс істейтін деп айтатын. Дәл сол өзі. Алғашында бірге жұмыс істейтін қызметтесі шығар. Жай бірге тамақтануға кірген болар деп ойлағам. Бірақ олай болмай шықты. Біраз отырған соң қарындасым түріктің мойнына асыла бастады. Екеуі жабысып сүйіскенін көргенде қаным басыма шығып шыдай алмадым. Орнымнан атып тұрып бардым да түрікті соққының астына алдым. Айғай-шу басталып кетті. Кафенің күзетшілері келіп ажыратты. Кім хабарлап үлгергенін білмеймін. 5 минут болмай полиция жетіп келді. Мені патрульдік көлікке отырғызып, полиция бөліміне апарды. Сол жерге әлгі түрік жігітпен менің қарындасым да келді. Көп ұзамай жеңгем де жетті. Шамасы қызы хабар берген болса керек. Ағам келген жоқ. Сөйтсем, ол демалысқа шығып ауылға кеткен екен. Қызының қылығынан ұялған жеңгем болмады. Қайта маған, менің қызымды жолға салатын сен кімсің? Бұдан кейін үйімнің табалдырығынан аттаушы болма деп айғайлап, аузына келгенін оттады. Полициядағылар, туыс болсаңыздар, арыз жазбай-ақ қоярсыздар деген еді. Түрік жігіт жарайды деп келіскенмен, жеңгем соттатам деп алған бетінен қайтпай, түрік пен қызына арыз жазғызды. Олар кеткен соң, полиция мені де босатты. Бірақ туыс екенсіңдер ғой, сөйлес, арызын қайтып алсын деді. Ертеңінде телефон арқылы жеңгеммен сөйлесіп, арызын қайтып алуын өтіндім. Қызының түрікпен сүйісіп отырғанын айттым. Сөйтсем, жеңгем болса, ол жігіті соған тұрмысқа шығады. Ол да мұсылман. Қазаққа тиіп, қайыршы болып жүргенше, түрікке тиіп, адам сияқты өмір сүреді дегенде, одан ары сөйлесудің қажеті жоқ екенін ұқтым. Ағама бар мән-жайды айтып едім, 2 күннен кейін келетінін айтты. Ағам келген соң арызын қайтарып алғызды. Содан бері 1 жыл өтті. Ағамның қызы сол түрікке тұрмысқа шықты. Тойына шақырған жоқ. Шақырса да бармас едім. Өйткені барсам, бірдеңе бүлдірерім анық еді. Жеңгемнің қызы түрікке тұрмысқа шыққанын қолдаған қылығы мені қатты қынжылтты. Анасы солай деп тұрса, қыздан не қайран? Ағамды да аяп кеттім. Неге соңғы кезде қазақ қыздары шетелдікке тұрмысқа шыққанды қалап тұратын болды? Бұл шынайы сезім бе, махаббат па? Жоқ әлде сән үшін бе? Жоқ әлде есеп қисап па? Не болса да мен үшін бұл дұрыс емес. Әрі қарайда басқа ұлттың жігітімен жүрген қазақ қызын көрсем, мен оларды ажыратып тынбасым анық. Ал сіздер қалай ойлайсыздар, құрметті тыңдарман? Сіздердің ойларыңыз қалай?